Құрметті қалайық, бүгінгі заманда не нәрсені болмасын, адамға қатысты оқиғаны немесе әрекетті, істі талқыламас бұрын адам, яғни тыңдарман, не болмаса соны айтушы кісілер барлығы бір өткір оймен, айтқан кезде өткір ой қабілет болмаса өте қауіпті. Себебі бүгінгі заманда өздеріңіз білесіздер, көптеген жамандық нәрсенің барлығы жақсылық қылып істелінеді и нәтижесінде оның барлығы қасандық болып шығады. Яғни жамандық бұл заманда былай айтқан кезде мейірімді, жылы жүзбен келетін құбылысқа айналды. Соның бірі мысалы үшін суррогат ана. Өздеріңіз білесіздер, суррогат ана деген ол ерлі-зайыптардың балалар болмаған кезде ол келесі бір әйелді жалдап, яғни жатырын жалдап, оған бала дүниеге әкелтіріп алады. Бұндай айтқан кезде жұптардың ортасындағы Құдай жазған проблеманы шешудің осындай бір жолы бар еді. Осындай жағдаймен көптеген жұптар бақытты болып жатыр. Ал енді жаңағы сол дүниеге әкеліп беретін, баланы дүниеге алып беретін әйел адам айтқан кезде енді ізгі істеп тұр, бірақ ақысын алып тұр. Сонда деймін, көп жағдайда енді олар тегі психологиялық айтқан кезде демеумен нетілетін болу керек, обеспечивать ететін болу керек. Себебі енді өзінің бойынан шыққан баланы енді басқа біреуге беру деген енді ода бір ауыр нәрсе ғой, адамның жан дүниесінде. Енді ана инстинкті бар дегендей. Сол ана инстинктін өсіру үшін психологтар, психиатрлар жұмыс істейтін болу керек. Енді ол бір реттікке, мысалы үшін, ол болар енді. Суррогаттық ана бір реттікке болар енді. Ал енді ол кәсіп көзін айналса, яғни енді тіпті жарайды екінші болмасын. Онда уже үшінші баланы ақшаға әкелсе, төртінші баланы әкелсе, бесінші баланы әкелсе, ол ендігі кезекте ол суррогат ана емес, ол қаншық болады. Кәдімгі ұрғашы ит бар ғой, қаншығы. Сондай болады. Себебі өздеріңіз білесіздер, ұрғашы иттің әр тапқан күшігінің әкесі әртүрлі болады. И ол әр тапқан сайын ол пәлен еркек иттің баласын әкеле береді. И аны да сондай функция атқарады, бірақ тек қана ақысты. Міне сол секілді соның айтқан кезде азабын Қазақстанда тартайын деп жатыр. Алдын өздеріңіз көрдіңіздер хабарда. Суррогат анаға туғызған балаларды, екі баланы, жөргектегі баланы Қытайдың азаматтары, ерлі-зайыптар Қазақстан жерінен алып, шетелге ұшқалы тұрған жерінде аэропортта документтер дұрыс болмай ұсталды. Бірақ ешқандай жаңағы әйел адам кім екенін, бұл баланы тауып берген білмейді. Өкімет, яғни полиция қызметінің, бірақ анықтаған шығар, уже 1-3-4 апта өтті. Енді осыған қарап отырып, бұл енді не дейміз енді? Бұл үлкен келе жатқан бізге қауіп. Оның алдын бірден алу керек. Қазір солай шетелден, енді Қытайдан болу керек. 30 әйел айтқан кезде бала тапқан, бірақ ақысын алмаған, содан барлығы сотқа жүгінген. Бұл не үшін қажет қытайлықтарға? Жаңағы хабардың журналистері өздері айтып отыр. Журналист зерттеу бойынша балаларды айтқан кезде мүшеге сатуға туғызады деп тұжырым жасады біздікілер. Өйткені бір қытайлық тіпті 4 балаға бірден тапсырыс беріпті Қазақстанға. Олардың ұрқын алып келеді де, аналарға салып туғызып алады, және қаншық аналарға. Енді Қытайда бұл процесс суррогат ана болу $200,000 тұрады екен. Көрдіңіздер, бізде су тегін болып тұр, $20,000 ма екен, $30,000 ма екен, сондай болып тұр ғой. Енді бұл тек қана біздің елде орын алып қолыспа деп, әлемдік айтқан кезде бұқаралық ақпараттарды қарап шықтым. Оказывается, Америка дегенің бұған белшеден батып отыр екен. Өздеріңіздің экрандардан көріп отырсыздар, сол жақта деректер аударылған орысшаға, скриншоты сайттардың. Бір қытайлық Америкадан
қытайлық миллиардер 100 бала тапсырыс берген ғой, 100 бала. Сұмдық иә? Енді біреуі әділеп тұрып 10 қыз бала тапсырыс берген. 10 қыз бала неге тапсырыс бердің деп сұраған кезде, мен ол 10 қызды ауқатты бай адамдарға ұзатамын депті. О да бай адам жаңағы тапсырыс беріп отырған 10 қызға құда боламын деп айтады дейді. Вот енді қарап отырсаңыздар, бұның барлығы сұмдық нәрсе. Вот бұл айтқан кезде үлкен қылмыс. Сондықтан да біздің мемлекет, біздің сот жүйесі, сонымен қатар депутаттар бұның алдын алатын бір үлкен іс жасау керек. Вот өйткені сонымен қатар қытайлықтар дейді, жаңағы өзінің балаларын Американың азаматы ету үшін де пәлен баласын, ұрығын Америкадағы суррогаттарға туғызып жатыр. Мейлі ол кім болсын, там латиноамериканец болсын, қара нәсілді болсын, бәрібір. Ең бастысы Қытайдың баласын туып келеді. Қытайдың ДНК-сы болады ана жақта. Көрдіңіздер ме? Енді бұған қарап отырып енді не дейміз, енді расында да бұл енді дабыл қағатын дүние. Хабар агенттігіне рахмет, енді бір пайдалы, айтқан кезде халықты елең еткізер жаңалықпен бөліскендеріне.